Кітап оқу немесе интернет желісі. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Берілген сұрақтарға жауап жазуларыңызды сұраймын. Сұрақтарға жауап беру үшін интернет желісін ұялы телефондарыңыздан қолдануға болады. Енді бір сәтке интернет желісі жоқ деп елестетіңіздер. Келесі сұрақтарға жауап жазуларыңыз үшін ұялы телефондарыңызды жинап аламыз. Бұл сұрақтарға өз білімдеріңізге сүйене отырып жауап бересіздер. Сөз кезегін ата-аналарға берейік. Ой пікірлерін тыңдайық. Жаңа бізден ұялы телефонда алған кезде, әрине бізде қобалжу болды. Өйткені сұрақтарға біз дұрыс жауап бере алмаймыз ба деген ойда болдық. Ал қазіргі жастар көбісінде ақпараттарды, керекті мағлұматтарды интернеттен алады. Менің ойымша, әлеуметтік желіден алған ақпаратты біз тез ұмытамыз. Кітап біздің рухани байлығымыз. Кітап оқу арқылы біз өз ойымызды тез дамытамыз, тез ойлап, тез қорытамыз. Мен өзім отбасында күнделікті балаларымның жиі кітап оқығанын қадағалаймын. Осы тәжірибе барысында кітап оқудың маңызы өте зор екенін түсіндім. Кітап оқу адамның ой санасын кеңітеді, сауатты жазуға, өз ойын еркін жеткізуге көмектеседі. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын. Осыдан қандай қорытынды шығарамыз? Кітап оқудың ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашанда өрге басқан емес. Ал енді бала кітап оқысын десек, бірінші өзімізден бастайық. Балам кітап оқымайды деген шаблон сөзді алып тастаңыз. Өзіңіз оқыңыз. Бала сізге еріп оқиды. Басқа жолы жоқ. Бағалы уақытымызды кітап оқуға жұмсайық.